Сандбадтың бірінші саяхаты. Менің әкем осы Бағдаттағы көп саудагердің бірі еді. Ішіндегі ірісі еді. Ана-мынау саудагер емес, керуеніне құт қонған, басына бақ тұрған, түйесінің бас жібін Қызырдың өзі жетелеген бай болды. Түр-түлігі сай болды. Тозбасты ұста соқпайды, өлместі Құдай жаратпайды деген сонша бай болса да, дәм-тұзы таусылған соң қазасы жетіп өлді. Бар дүниесі маған мұра болып қалды. Еңбек етпеген, тер төкпеген мұраның қадірін білуші ме еді? Еңбексіз келген мал есепсіз кетер деген, Құдай тегін бергендей, байлық өзі келгендей, дүниені оңды-солды шаша бердім. Ысырап, ынсап деген түсініктен қаша бердім. Сөйтіп жүргенде қазынамның түбі де көрінді, кедейліктің нышаны да білінді. Жайдақ өмірден есімді жиып, нәпсімді тыйып бастасам, дәулетім кеміп, байлығым семіп кетіпті. Әкем жиі айтып отыратын Сүлеймен патшаның нақылы есіме түсті. 3 нәрседен артық 3 нәрсе бар. Туған күніңнен өткен күнің артық. Өлі арыстаннан тірі төбет артық. Кедейліктен мазар артық деген еді. Жалма-жан үйдегі киім-кешекті, қолда қалған бақша жайды түгел сатқанда, бас аяғы әрең дегенде 3000 дирхемді жинадым. Алтын деген шайқамасаң майы түспейтін сүт сияқты зат емес пе? Шайқауы сауда істеу, сапарға шығу болды. Қарап отыруға болмайды. Сол кезде бір шайырдың бәйіті есіме түсті. Еңбек етсең, өз шамаңа бәлкім бақыт әкелер. Аңсар биік ұйқысыз таң еңбекпенен өтелер. Теңіз түбін шарлап өтер інжу маржан іздеген. Байлық қой ол, қолға түсер көне сүрлеу ізбенен. Биіктікті мансық тұтқан ізденеді жалықпай. Өліп кетсін мейлі оған, жүре алмайды жанықпай. Керекті дүниемді жұптап, басыраға кетіп бара жатқан көп саудагерге қосылып, желкенді кемеге отырдым. Желкенді жел кенеп, жаялығын қампетіп сырғи берді. Талай тау, талай дала артта қалды. Теңізден теңізге өттік. Жиекте көрінген қаланы қалдырмай сауда жасадық. Бір күні кеме үлкен аралға кеп тоқтады. Шыққан шөп ағаштарға қарағанда жаңа пайда болған арал сияқты. Кемедегілер аралға шығып, ошақ қазып, от жаға бастады. Біреу отын әкеп, біреу ас істеп, біреулер кір жуып, киім жамай бастады. Ештеңе істемей аралды кезіп тамашалаушылар да бар еді. Мен солардың ішінде болдым. Жолаушылар енді асын ішіп жей бастағанда, кеме ішінен біреу айқай салып, «Ойбай, жандарыңның барында тез кемеге кіріңдер. Арал дегеніміз арқасын қайыр басқан балық екен. Жаққан оттарыңнан жоны қышып қозғалып барады. Өлмей тұрғанда кемеге кіріңдер, құрыдық, тездетіңдер» деп жан дауысы шықты. Кемешінің бақырған үнін естіп, үрейіміз ұшып кетті. Жанталасып сүріне қабына кемеге қарай қаптай жүгірістік. Алды кемеге жете бергенде әлгі арал қозғалып, лезде су астына батып кетті. Кемеге жеткені жетті, жетпегені суға қарық болды. Оның ішінде мен де кеттім. Аралдың орны тып-типыл теңізге айналып, толқыны тепсініп шыға келді. Кемені бір жаққа, бізді бір жаққа лақтырды. Ұшан теңіздің үстінде көлбақадай қалқып кете бердік. 40 жыл қырғын болса да, ажал жетпей өлмесін деген сөз рас екен. Менің алдыма бір тақтай ағып келе қалды. Соған асыла кеттім. 2 аяғымды еске кетіп, тал қармап келем. Толқындар біресе оңға, біресе солға тепкілеп, қақпақылдай берді. Кемеші бізге қарағанда жоқ. Желкенін жайып, бұл жерден тезірек қашуға асыққандай. Бар дауысымен айқайласам да бұрылмады. Жаннан күткендей үміт болмаса да, тақтайдан айырылмадым. Бір күн бойы теңіз бетінде қалқып жүрдім. Келесі күні қатты жел тұрып, таудай толқындар пайда болды.
Ойнаған доптай солардың ортасында ойнақшып кете бардым. Дауыл бір күн, бір түн соғып мені құрғаққа қағып шығарды. Жағалаудың бәрі тік жартас болғасын, жағаға шыға алмай, жиектеп біраз жүрдім. Суға салбырап тұрған ағаштың бұтағына кезіктім. Бұтақтар теңізге төпелек өскен екен. Өлдім, талдым дегенше бұтақтың біріне жармасып, сүйретіліп жағаға шықтым. Қарасам, аяғым ісіп кетіпті. Суда жүргенде кішкене балықтар тістеп, жаралап тастаған екен. Жүре алмай, көп азап шектім. Аралға шығысымен әл дәрменім кетіп, есімнен танып, тірі өлік боп келесі күнге дейін жатыппын. Түс әлетінде бірақ ояндым. Аяғымның ісігі әлі қайтпапты. Сонда адам қарап жатпай өлуге болмайды. Еңбектеп жүріп жеміс жедім. Бұлақ тауып су іштім. Бір ағаштан таяқ жасап, соған сүйеніп, арал ішін араладым. Осылайша арада бірнеше күн өтті. Бір жолы аралдың теңізге таяу жарқабағымен келе жатыр едім. Алыстан көзіме бірдеңе шалғандай болды. Жабайы аң ба, әлде теңіз жәндігі ме деген оймен көз айырмай солай қарай жүрдім. Қарасам, ірілігі есікпен төрдей бір ат қазыққа байлаулы тұр екен. Жақындай бергенімде әлгі ат кісінеп қоя берді. Сол-ақ екен жер астынан бір адам шыға келіп, «Ей, кімсің? Сөйле, мұнда не ғып жүрсің?» деп айқай салды. Мен жайымды айттым. Ол таңырқай тыңдады. Мені ертіп шыққан жеріне алып кірді. Онысы жерден қазылған үңгір екен. Сонда отырып ас іштік. Мен оның жайын сұрағанда былай деді: «Біз бір топ кісі осы маңдағы патшаның жылқышысы боламыз. Ай сайын тәуір билерді осы араға әкеліп, арқандап байлап қоямыз да, өзіміз осы үңгірге жасырынамыз. Мына теңізден су жылқылары шығып, айғырлары байлаулы биеге шабады. Сонымен жылқы тұқымын жақсартып, су мен құрлықта бірдей пайдаланатын аттарды өсіреміз. Жаңағы кісінеген судан шыққан айғыр мен саған айғайлағанда шошынып, қайта суға түсіп кетті. Осылайша әңгімелесіп отырғанымызда кенеттен теңізден шыққан айғыр кісіне жөнелді. Дауысы жер жарады. Келе байталға шапты. Шаруасы біткен соң байталды алдына салып айдап әкетпек болды. Байтал да шырқырап тепсініп болар емес. Ағар жалма-жан Болат семсер былғары қалқанын алып, жолдастарына айғай салып, есіктен шыға берді. «Ұмтылыңдар айғырға!» деп қалқанын семсерімен сабалап ұран салды. Найза, сойыл ұстағандар айғай сала айғырға қарай тұра ұмтылды. Айғыр үрке жөнеліп теңізге қарып түсті де, әне-міне дегенше сүңгіп жоқ болды. Атбағар қайтып келіп жайғасып отырған соң, өзге жылқышылар бір-бір байтал жетелеп келе бастады. Олар мені көріп жай жапсарды сұрады. Мен алғашқы атбағарға айтқанымды баяндадым. Бәрі де мені қоршап отырып, дастархан жайып, ас келтіріп, бірге жей бастадық. Содан кейін бәрі аттарына қонды. Мені де бір атқа мінгізді. Солармен бірге жүріп кеттім. Сенің ажалың жоқ екен. Егер бізге жолықпағаныңда, тірі пенде көрмей, үш құса боп қаңғырып өлетін едің. Енді біздің патшаны көріп қаламызды тамашалайтын болдың. Патшамыз Мәлік Мехиржан, жақсы адам, байлығында есеп жоқ. Енді оның сарайында тұрып келген кемемен еліңе қайтасың, деді олар. Жолай бірнеше күн қонып, патшаның шаһарына жеттік. Олар мені орданың есігіне қалдырып, өздері патшасына кіріп жайымды хабарлады. Патша мені алдына шақырып, басымнан өткенді өз аузымнан есітті. Әңгіме біткен соң, ажалың жетпеген жан екенсің, ендігі халің жаман болмайды, деді де мені кеме тоқтайтын айлақтың бастығы етіп қойды. Осы аралға келіп кеткен кемелердің есебін алып отырдым. Қызметімді адал атқарып, патшаның тәуір көретін адамына айналдым. Патша шексіз қызмет көрсетті. Тамаша киімдер берді.
игі жақсылар қатарында патшамен дастархандас болып алдым. Мен оның алдына күн сайын барып, ордаға келген шетелдіктен Бағдатты сұрай бердім. Реті болса ілесіп кетуге дайын жүрдім. Бірақ Бағдатты білетін бірде-бір пенде кездеспей-ақ қойды. Ел-жұртты сағынып мұң басты. Жат жерден жаным жадау тартты. Бір күні Мәлік патшаның сарайына кірсем, үндіден келген бір топ адам отыр екен. Мен бір кездері үнді жерінен де өтіп едім. Сол кезде олардың сәлемдесу әдебін үйреніп алғанмын. Оларға өз тілінде сәлем бердім. Саудагерлер үнді тілін білетініме таңырқап, қай қаладан келгенімді сұрады. Мен жайымды айттым. Сосын өздерінен жөн сұрадым. Айтуларына қарағанда, үнді халқы 72 топқа бөлінеді екен. Бірақ бұлар тұратын қаладағы үнділер 2 рудан құралған. Бірін мұқталап деп атайды. Олар ешкімге жәбір жапа көрсетпейді. Екіншісін брахма деп атайды. Олар еш уақытта шарап ішпейді. Бірақ сауық сайранға құмарақ. Аспапта ойнауға шеберақ. Бұл өлкеде адам таңырқағандай қызық көріністер көп екен. Осы мен тұрып жатқан Мәлік патшаның жерінде де бір жазира бар. Оны Кәлбіс жазира дейді. Онда түні бойы даңғырлаған дабылдың үні шығып жатады. Бірақ ешбір мақұлық көрінбейді. Жазираның жанындағы теңізде ұзындығы 200 кез балықтар болады. Әсіресе басы байғыз сияқты балықтар көп екен. Мәлік патшаның қызметінде жүргенде сол балықтарды өз көзіммен көргенім бар. Оның бәрін әңгіме қып айта берсем, сөз аяғы тұйықтау да ұзаққа созылар еді. Одан да туған еліме қалай аман есен жеткенімді айтайын. Бір күні өзімнің ежелгі әдетім бойынша кемелерді бақылайтын биік мұнарамнан теңіз бетіне қарап отырып, бір үлкен кеменің келе жатқанын көрдім. Кеме айлаққа келіп, зәкір тастап, желкенін жинады. Жағаға көпір төсеп, ішінен бір топ саудагер шықты. Олар өздерінің сататын мүліктерін түгелдей жағаға шығарды. Ондай заттарды жазып тұру менің міндетім ғой. Әркім өз мүлкін шығарған соң. Тағы қалған заттарың бар ма? Деп сұрадым. Бар, болғанда қандай тақсыр. Оны кеменің төменгі жағына сақтап қойғанбыз. Бір аралға барғанымызда егелері суға кетіп қалды. Сол мүлік бізде. Бағасын кесіп, осы жерге сатып, ақшасын Бағдаттағы туыстарына апарып тапсырамыз ба деген ойымыз бар, деді кеме басшысы. Ол мүліктердің иесінің атын білесіңдер ме? Дедім. Өлшемі өзімнен кетсін. Сіздерден айнымайтын біреуі бар еді. Есімі Сандыбат болатын. Марқұм суға кетті, иманды болғыр. Кемешінің түріне үңіліп қарадым. Бейнесі есіме түсе кетті. Ей, сол суға кеткен Сандыбат мен болам. Балықтың арқасындағы аралды тамашалаймыз деп жүріп, суға кеткенімді ұмытпаған шығарсың. Енді кемеңе жүр, жікті көрейік, дедім. Кемешінің түрі өзгеріп кетті. Апырай, бұл жұртта Ариман дейтін болсайшы. Суға кеткен кісінің жүгі деуім солақ. Бірден есі боп шыға келдіңіз. Біз олардан қалай суға батқанын өз көзімізбен көргенбіз, деді ол. Бұл не дегенің, Тамырау? Деп оған судан қалай аман шыққанымды бастан аяқ айтып бердім. Кемеші сонда да сенбеді. Айтқаным айтқан, мендегі мүліктің егесі көз алдымда суға кеткен. Соған бет-аузың шімірікпей еге болғың келіп тұр. Бұл не деген сұмдық? Суға ол жалғыз кеткен жоқ. Кемеге үлгере алмаған жолаушылардың бірде-бірі аман қалмағанын жұрттың бәрі көрді. Сөйтіп тұрып, мына дүние менікі деуге қалай аузың барады, деді зіркілдеп. Ендеше әңгімені әріден бастайын. Сен құлақ салып тыңда. Зәредей жалғаны болса, мені Құдай қарғасын. Жалған айту сайтанның ісі. Мен сенің кемеңе міну үшін Бағдаттағы үйіңе барып сөйлескенмін. Есіңде ме? Сен 50 ділда сұрадың. Мен 20 ділда бердім. Екеуміз саудаласып отырғанда, 2 саудагер және келді. Үшеулеп отырып, сапар бағасын 30 ділдаға түсірдік. Бұл бір. Жиектегі әне бір қалаға шыққанда, адам басы 5 ділда. Ақшаны алдымен менен алғансың. Бұл есіңде ме? Жайынның үстін арал деп шыққанымызда, өзің кеменің қасында тұрып айғай салдың.
біз кемеге жетпей жайын теңізге шөкті. Суда малтып жүргенімізде кеменің желкенін жайып жүріп кеттің. Тіпті кемеге таянып суға батқандардың да біреулердің айғайына да қарамадың. Бұл есіңде шығар, дедім. Сөзімді тыңдап отырған саудагерлер бетіме қарап, бұл Сандыбаттың нақ өзі, десіп шу ете қалды. Өлген жанның қайта тірілгені, сөнген өмірдің қайта тұтанғаны осы шығар. Қайта келген өмірің қайырлы болсын, біз сені суға батқан шығар деп едік, деді кемеші. Сосын барып мүліктерімді қолыма берді. Сыртында өз атым жазулы тұр. Дүниемнің мұрты бұзылмапты, бәрі түгел екен. Ішінен ең қымбат дегенін саралап алып, патшаға сыйға тарттым. Осы келген кеме бір кезде өзім мінген, аралда суға батып айырылып қалған кемем екенін хабарладым. Мүлкімнің мұрты бұзылмапты, ешкім қиянат етпеген. Мына тартуды содан әкелдім. Осының бәрі бұрынғы айтқандарыма дәлел болды. Енді рұқсат етсеңіз еліме қайтайын, дедім. Патшаның маған деген құрмет сенімі бұрынғыдан да арта түсті. Апарған тартуымнан бірнеше есе көп дүние берді. Кемемен келген өз дүниемді түгелдей саттым. Одан түскен пайдаға осы шаһардан біраз дүние мүлік сатып алып, тай-тай етіп буып кемеге тиетін. Патшамен қоштасып, кемеге келіп міндім де, сапарымды оңғара көр деп Құдайға жалбарынып жолға шықтым. Жолымыз қауіп қатерсіз жақсы болды. Күндіз-түні зулап отырып, Басра шаһарына жеттік. Мұнда біраз аялдадық та Бағдатқа беттедік. Осылайша артынып-тартынып үйіме келдім. Қалаған жерімнен бірнеше қора-жай, бау-бақша алдым. Достарым қайтадан көбейді. Бұрынғы ма, байлығым шалқып жүре берді. Не ішемін, не жеймін демедім. Шаршау шалдығу, жат жерде көрген азап қиындық, қауіп қатердің бәрі әне-міне дегенше ұмыт болды. Иә, аттасым, Сандыбат Хамбал. Менің бірінші сапарым аяқталды. Бірақ мұным екінші көрген оқиғамнан қызық емес. Оны ертең айтамын. Енді жүгіңді тиісті жеріне жеткізіп беріп, үйіңе қайт. Әзірге саған берер сыйым осы болсын, деп 100 мысқал алтын берді. Ол кездейсоқ қолына түскен үлкен олжаны үйіне әкеліп, ертеңіне Жиһангез Сандыбаттың үйіне қайта келді. Жиһангез Сандыбат екінші әңгімесін бастап кетті.